Саламатсыздар ма балалар? Мен Қызылорда қаласындағы нөмірі 12-ші Ілияс Қабылов атындағы IT мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұрманова Өрік Ердәулетқызымын. Бізде бүгін қазақ тілі 9-шы сынып, тақырыбымыз біз қандай халықпыз. Біздің бүгінгі сабақ тақырыбымызға негізделген оқу мақсаттары қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі жолдаудағы мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау. Жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын, ақпаратты, идеяны дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау. Біз бүгінгі сабақта қазақтың бойындағы рухты қасиеттері мен құндылықтары жайында, елбасының мәңгілік ел жолдауында халыққа әлеуметтік, экономикалық, ғылыми тұрғыда берген бағдары жайында мәлімет алатын боламыз. Балалар, өздерің ойлап көріңдер, қазақ халқына қандай қасиеттер тән? Кластерлерге ойша орналастырып көрейік. Қазақ халқы дегенде ойымызға бірінші қандай сипаттары келіп тұр? Әрине, мен ойлағандай қазақ халқы ойшыл, намысшыл, қонақжай және білімді деген сипаттар келуі мүмкін. Әдетте ол ықтимал жауаптар, әрқайсымызда түрліше болуы мүмкін. Жақсы, енді қазақ тіліндегі орфографиялық ережелер 3 принципті басшылыққа алатындығы жөнінде өткен сабақта айтып кеткенбіз. Морфологиялық принцип, фонетикалық принцип, тарихи, дәстүрлі принцип екендігін және бір еске түсіріп өтті. Енді балалар, біз үлгіде көріп отырғанымыздай, Алаша хан тарихи, дәстүрлі принцип, төккен морфологиялық принцип, көгілдір фонетикалық принцип екенін байқап отырмыз. 3-ші тапсырмада қарамен жазылған сөздерді теріп жазып, үлгі бойынша орфографиялық принциптің түріне ажыратып жазу ұсынылады. Жақсы, жаңа өздерің көріп өткендей, елбасының мәңгілік ел идеясы дегенді қалай атап өткенін көрдіңдер. Енді өздерің мәңгілік ел дегенді қалай түсінесіңдер? Бір сөйлемнен тұратын анықтама беріп көрейік. Ой, тұжырым болса да болады. Жақсы. Сонымен мәңгілік елдің
Төртінші басты құндылығы мәңгілік ел бұл инновация негізіндегі тұрақты экономикалық өсім деп атап өтілді. Біз мемлекеттің индустриялық және инновациялық күш қуатын дамытып, табиғи ресурстар мен қоршаған ортаға ұқыптылықпен қарап, қоғамда білім мен ғалымдық культін елдің зияткерлік іргетасы ретінде бекітетін боламыз деп атап көрсетілді. Ал келесі мәңгілік елдің 6-шы басты құндылығында мәңгілік ел бұл тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы деп аталды. Біз ортақ тарихи мұрамызды мұқият сақтайтын боламыз. Біз Қазақстан халқының мәдени әралуандығын арттыра түсеміз. Біз мемлекеттік тілді қоғамды біріктірудің негізі, үш тілдікті елдің бәсекеге қабілеттілігінің басты шарты ретінде дамыту қағидатын ұсынатын боламыз. Біз үлкен ел, үлкен отбасымыз дейді. Енді балалар, осы видео көрсетілімді және бағанадан бері айтылып жатқан ой тұжырымдарды тиянақтай келіп, жолдаудағы 4-ші, 6-шы құндылықтары бойынша таңдай отырып, біреуіне өз ой пікірімізді жазатын боламыз. Сау болыңыздар.